Сіздерме достар, бүгін біз математика пәнінен 736 есепті шығаратын боламыз. Біз бұл жерде осы жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Яғни оның ішінен теріп аламыз. Яғни ондық бөлшекке айналатындарын. Бізде ондық бөлшекке айналатын сандар 2-ден 1, 5-ден 2. Сосын 10-нан 3, 20-дан 9, 25-тен 8, 50-ден 13. Өйткені 10 2-ге 5-ке бөлінеді. Ал мына жерде 100 10-ға, 10-ға, 20-ға, 25-ке, 50-ге бөлінеді. Сондықтан оларды ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Біз осы сандарды 2, 1-ді тек қана 2 мен 5 сандарына көбейте аламыз. Ендеше 2-ден ондық бөлшекке айналдырайық. 2-ден 1-ді ондық бөлшекке айналдырсақ, 5-ке көбейтеміз. 2-ні 5-ке көбейтсек 10, 1-ді 5-ке көбейтсек 5. Сонда 10-нан 15, оны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,10-нан 5. Келесі 5-тен 2, оны 2-ке көбейтеміз, 10-нан 4, ондық бөлшекке айналдырсақ 0,10-нан 4. 10-нан 3-ті ондық бөлшекке айналдырсақ 0,10-нан 3 болады. Келесі 20-дан 9, оны 5-ке көбейтеміз, 100-ден 45. Оны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,100-ден 45 болады. Келесі 25-тен 8, оны 4-ке көбейтеміз, 100-ден 32. Ондық бөлшекке айналдырсақ 0,100-ден 32. 50-ден 13-ті көбейтеміз 2-ге, 100-ден 26 болады. Ондық бөлшекке айналдырсақ 0,100-ден 26. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.